Көз адам ағзасындағы сезім мүшелерінің қатарына жатады. Адамда екі көз бар. Оның негізгі қызметі көруді қамтамасыз ету. Көз өзіне тиесілі көз ұясында, яғни орбитада орналасқан. Орбитаның өзі маңдай сүйектен, бет сүйектен, жоғарғы жақ және сына тәрізді сүйектермен қатар бірнеше сүйектің жиынтығынан тұрады. Көз ұясының, яғни орбитаның пішіні бізде пирамида тәріздес, яғни жоғарғы бағыттаған үш бұрышынан және төменге бағыттаған төрт табанын ажыратамыз. Осыған орай көз ұясының төрт қабырғасы ажыратылады. Жоғарғы қабырғасы, төменгі қабырғасы, медиалды қабырғасы және латералды қабырғасы. Жоғарғы қабырғасы екі сүйектің жиынтығынан тұрады. Маңдай сүйектің көздік беті, фацис орбиталис, осис фронталис. Сына тәрізді сүйектің кіші қанаты, аля минорис, осис сфенодалис. Төменгі қабырғасы үш сүйектің жиынтығынан тұрады. Біріншісі жоғарғы жақтың көздік беті, фацис орбиталис, осис максиля. Екіншісі бет сүйектің көздік беті, фацис орбиталис, осис зигоматикум. Үшіншісі таңдай сүйектің көздік өсіндісі, яғни процессус орбиталис, осис паллиативынан тұрады. Латералды қабырғасы екі сүйектің жиынтығынан. Жоғарғы жақтың маңдайлық өсіндісі, процессус фронталис, осис зигоматик және сына тәрізді сүйектің үлкен қанаты, фацис орбиталис, алярис майорис, осис сфеноидалистен тұрады. Медиалды қабырғасы төрт сүйектің жиынтығынан. Біріншісі жоғарғы жақтың маңдайлық өсіндісі, процессус фронталис максиля. Екіншісі көз жас сүйегі, ос лакрималя. Үшіншісі торлы сүйектің көздік табақшасы, ламина орбиталис, осис этмоидалис және төртіншісі сына тәрізді сүйектің денесі, корпус ос сфеноидалия болып табылады. Көз ұясында сүйектердің бір-бірімен байланысуы нәтижесінде жоғарғы көздік саңылау және төменгі көздік саңылау, яғни фиссура орбиталис superior және фиссура орбиталис inferior орналасатын болады. Фиссура орбиталис superiorдан нервус лакрималис, яғни көз жас нервісі, нервус фронталис, жоғарғы маңдай нервісі, вена офтальмика superior, яғни көз венасының жоғарғы тармағы, нервус трахеарис, шығыршықты нерв, рамус superior нерве окуломотория, көз қозғалтқыш нервтің жоғарғы тармағы, нервус назоцилиарис, мұрын кірпікті нерв, рамус inferior нерве окуломотория, көз қозғалтқыш нервтің төменгі тармағы және нервус абдуценс, әкетуші нерв орналасады. Төменгі көз саңылауынан рамус superior вена офтальмика inferior, рамус inferior вена офтальмика inferior, яғни төменгі көз венасының жоғарғы және төменгі тармағы өтеді. Сонымен қатар рами орбиталис гангли птерикопалатина, қанат таңдай өрімінің көздік түйіні және нервус инфраорбиталис, артерия инфраорбиталис, вена инфраорбиталис және нервус зигоматикус, яғни бет нервтері өтетін болып табылады. Көз бұлшеттері көз қозғалтқыш бұлшеттер және қабақтың бұлшеттері болып екіге жіктеледі. Көз қозғалтқыш бұлшеттерге төрт тік бұлшетті және екі қиғаш бұлшетті жатқызамыз. Біріншісі жоғарғы тік бұлшет, мускулус ректус superior. Негізгі қызметі көзі жоғарғы бағытта ығыстыру. Екінші бұлшет сыртқы латералды бұлшет, мускулус ректус латералис. Негізгі қызметі көзі латералды бағытта ығыстыру болып табылады. Үшіншісі медиалды тік бұлшет, мускулус ректус медиалис. Көзі медиалды бағытта қозғалтады. Соңғысы төменгі тік бұлшет, мускулус ректус inferior. Негізгі қызметі көзі төменгі бағытта қозғалту. Бұдан бөлек жоғарғы және төменгі қиғаш бұлшеттер орналасқан. Жоғарғы қиғаш бұлшет, мускулус обликус superior. Негізгі қызметі көзді төмен және латералды бағытта ығыстыру. Төменгі қиғаш бұлшет, мускулус обликус inferior. Негізгі қызметі көзді
жоғары және латералды бағытта ығыстыру болып табылады. Көз қозғалтқыш бұлшықеттерге негізінен 3 түрлі нерв келетін болып табылады. Сыртқы тік бұлшықетке 6-шы нерв, әкеткіш нерв келеді. Жоғарғы қиғаш бұлшықетке 4-ші шығыршық нерв, нервус трахеарис келеді. Жоғарғы және төменгі тік бұлшықеттерге және төменгі қиғаш бұлшықеттерге 3-ші нерв, нервус окуломоториус келеді. Яғни осы нервтер осы бұлшықеттерді нервтендіретін болып табылады. Қабақтың бұлшықеттеріне көздің шеңберлі бұлшықеті мускулус орбикулярис окули жатады, және бұл бұлшықеттің өзі 3 бөлігінен тұрады. Біріншісі тереңде орналасқан көз жас безі бөлігі, яғни парс лакрималис мускули орбикулярис окули. Екіншісі қабақтық бөлігі парс пальпебралис мускули орбикулярис окули. Үшіншісі көздік бөлігі парс орбиталис мускули орбикулярис окули. Негізгі қызметі қабақты ашып жұмуға қатысады. Бұдан бөлек, қабақты көтеруге қатысатын бұлшықеттерге 2 бұлшықет жатады. Біріншісі қабақты көтеретін бұлшықет мускулус леватор пальпебралия супериорис. Жоғарғы қабақты ашып жабуға көмектеседі. Екінші бұлшықет қабақты көтеретін бұлшықеттің астында орналасқан жоғарғы қабақтың шеміршегінің бұлшықеті, яғни мускулус тарзалис супериор. Бұл бұлшықетті басқаша Мюллер бұлшықеті деп те атайды. Оның қызметі қабақты жоғары көтеруші бұлшықетпен бірге жоғарғы қабақты көтеруге қатысады. Көздің қосалқы аппараттарына көз жасы органдар жатады. Көз жасы органдарының өзі көз жасын шығаратын органдар және көз жасы жолы болып екіге жіктеледі. Көз жасын шығаратын органдарға негізгі көз жас безі жатады. Көз жасын өндіретін бездерге негізгі көз жас безі және қосымша жас бездері жатады. Негізгі көз жас безі гландула лакрималис көз ясының жоғарғы бөлігінде орналасқан без болып табылады. Без негізінен көптеген үлестерден тұрады, олардың саны 15 пен 40-тың арасында ауытқиды. Әрбір үлес өзінен шығатын өзегіне, яғни 12 немесе 22 өзектен тұрады. Бұл өзектер бізде көріп тұрғандарыңыздай конъюнктивалық қапшыққа келіп ашылатын болып табылады. Сонымен қатар бізде қосымша көз жас бездері бар. Олар осы конъюнктиваның өзінде орналасады. Оларды Краузе және Вольфринг бездері деп атайды. Қосымша көз бездері қалыпты жағдайдағы көздің ылғалдануына жауап береді, яғни пассивті жас бөлу. Ал негізгі көз жас безі эмоционалды жас бөлуге, яғни адам эмоционалды тұрғыда жылаған кезде жас бөлетін болып табылады. Қалыпты жағдайда адам эмоционалды түрде жылағанда 2 ас қасыққа дейінгі жас бөлінетін болып табылады. Бұлар бізде негізгі жас бөлетін органдар. Көз жасының жүру жолдары осы көз жас бездерінің жоғарғы және төменгі конъюнктивалық қапшыққа бөлінуінен басталады. Конъюнктивалық қапшық өзара көздің медиалды бөлігінде орналасқан көз жас көліне келіп құйылады, яғни карункула лакрималистен тұрады. Осы карункула лакрималисте жоғарғы және төменгі нүктелер орналасқан. Бұл нүктелер әрі қарай каналшаға ауысады. Жоғарғы каналша каналикулас лакрималис супериор және төменгі каналша каналикулас лакрималис инфериордан тұрады. Екі канал бірге келіп көз жасының қапшығына, яғни сакус лакрималиске келіп жиналады. Сакус лакрималис әрі қарай мұрын көз жасы түтігіне, яғни дуктус наза лакрималиске жалғасады. Дуктус наза лакрималистің өзі мұрын қойнауына енгеннен кейін мұрынның төменгі жолына, яғни миатус назалис инфериорға келіп ашылатын болып табылады.